Студенттердің сүйікті асына айналған Қытай кеспесінен түрлі кесерге тап болып, аурухана табалдырығын тоздырғандар саны күн санап артуда. Тез дайындалатын тағам түріне әуес жандар ағзасына түскен түрлі химиялық қоспалардың барын білмей, қатерлі ісік ауруына шалдығып жатыр. Бич пакет аталып кеткен арзан тамақтың құрамындағы синтетикалық тұз асқазанды бүлдіріп, ентікпенің ушығуына септік етеді дейді мамандар. Тілшіміз Лаура Қуанышқызы қауіпті кеспенің құрамын анықтап, зерттеу жүргізді. Астаналық Нұрлан Биетов студенттік шағынан тез дайындалатын кеспелерді жеуге дағдыланған. Арзан асқа әдеттенген соншалық жемесе тұра алмайтын жағдайға жеткен. Алайда кеспенің кесірінен жақында ауруханадан бір-ақ шығыпты. Қазір асқазан жарасынан жапа шегіп жүр екен. Жалпы кезіне талай жедік қой енді. Ролтонды кейде қарның аш болып тұрғаннан кейін жеп қоясың. Асқазаның ауырады, одан кейін байсадан шыққан кездер болды. Ішінен шаш шыққан кездер болды. Сол шаш шыққаннан кейін уже маза қашты. Қалтаны қақпайтын Қытай кеспесі толып жатқан бич пакеттің түр-түрінің ең қымбаты 250 теңгеден аспайды. Алайда сорпасы татымайтын, ондағы небір сорақылықтар, төбе шашыңды тік тұрғызатын жиіркенішті видеолар ғаламторда толып жүр. Жан түршігерлік құрттардың кеспе сорпасында жыбырлағанын көрсе де, жұрт оны тұтынуын тоқтатпайды. Әрі тез дайындалатын ас өндіріс орнында ұзақ уақыт сақталу үшін пальма майымен майланады. Сондықтан оттық тигізсеңіз болды, лаулап жанады. Ал асқазан жарасы осылай пайда болады дейді дәрігерлер. Десек те талай асқазан жарасы мен түрлі науқастардың күй жайын көрген ақ халаттылар бұл арзан кеспені жемеу керектігін айтып дабыл қағуда. Әсіресе бала өмірі үшін аса қауіпті арзан ас құрамында пальма майымен өмір сүру ұзақтығына тікелей әсері бар көрінеді. Жылдам дайындалатын кеспе өте зиян тағам, әсіресе балалар үшін. Бұл кеспені жүкті және бала емізетін әйелдерге жеуге мүлде болмайды. Себебі кеспені ұзақ сақтау үшін оған натрий глутаматты қосады. Ол химиялық өндірісте жасалатын синтетикалық тұз. Натрий глутамат ағзада жиналып, оны уландырады. Глутамат ағзаға түскеннен кейін асқазанды зақымдайды, тіпті қатерлі ісіктің дамуына себепкер болуы мүмкін. Бронхиальды астмаға әкелуі мүмкін. Бұдан өзге, кесірлі кеспе балаларды гипербелсенділік, психикалық ауытқушылық, тіпті депрессияға шалдықтырады. Сондай-ақ қоғамда індетке айналған семіздіктің бірден бір себебі осы кеспелер дейді мамандар. Ашын айтса, осындай денсаулыққа біздің конституциямызда жылдығын ғой, әр азамат өзінің денсаулығына құқығы бар деп. Бір жағынан мынандайды біздің мысалы мемлекет ойламаса, ертең жастардың денсаулықтары, өйткені мысалы әйел азаматтардың денсаулықтары, оның бәрі зиян келтіреді ғой. Сол үшін осындай айтады ғой, мынандай тамақ қауіпсіздігі, продовольственная безопасность дегенде мемлекеттердің бәрқасы көтеріп отыр. Аспан асты елінен келетін кеспелерді қолдануға тыйым салуға ниеттенгелі қашан. Алайда бизнес болғандықтан бұны тоқтату қиын дейді мамандар. Бірақ бұны мемлекеттік деңгейде шешпесе, ұлт денсаулығына орасан қауіп төніп тұр. Алайда 3 минутта дайындалатын арзан астың қоғамға зиянды екенін ойланып жатқан әзірге ешкім жоқ. Лаура Қуанышқызы, Қайрат Калембеков, басты жаңалықтар.